Әлем, сәлем. Сен газетінің арқылы жаңа влогым бұл конечно шамдава. Честно тұрып менде жұмыртқа жеп алдым. Сәтіне дақфон соққа енді мән бермейміз. Потом тез етіп шашымды ұстадым. Потом соткам зарядчикке қойып алдым, өйткені заряд аз болды. И сосын кешке таман короче бәріміз далаға шықтық. Жеңшелерім бір тамасыға кетті. Шалбар киіп алдым, өйткені бұл шалбар ауылға келгеннен бері вообще киген жоқпын. Біз кеттік, мынау жылан деп кесірткені қорқып жатыр, кесірткені короче. Сосын мен тез етіп магазинге жүр. 1 литр спрайт әкел, спрайт. Анам көшіп бармайын деп. Сөйтіп артқа қарап қалсақ велик бердік келе тұр жындыбаз. Осымыз площадке келдік. Потом мен әрең деп былай түсірдім, өйткені не знаю, короче. Сосын велик болсын деп бір бәле өттім, сондай площадкада жүрдік. Мама соткасымен түсірдім, сосын качественно орын болып тұр. Өйткені не знаю, мама сказала, менде камера істемей қалды, өттім, мама көмен түсірдім. Мама түсір, вот, короче, осылай. Сосын барып біз қайтқан кебет, бірақ мыналар қоймай қайтадан ойнап кетті. Қайтатын кезімізде. Қайтатын кезінде қайтадан қайттық, короче, сосын барып қайтқан келді, масаға беріп шағып тастады, просто ужас. Потом сок ішіп алдым, аны ойнатқан кезде. Өйткені скучно стало, да. Потом колясканы орнына ұстырдым. Сосын қайттан кеттім, ана жындыларға, бұналар турникте жүрген. Вот, короче, мен өз сотканы естім. Онша емес болып тұрған жоқ, качество енді, как всегда. Но, не знаю, аналар мені мусор тастап деп жарды. Я вообще не согласовала это, то, что мусор тастап келем деп. Ну, ладно, дегенім. Потом ұқтырды, осымен влогым аяқталды. Бай-бай, достар, подписаться етпеңіздер. Менде күнде видео салады, если что.